Кедей болып тұрып жомарт қылса дейді, жомарттық қылса, Алла одан қатты жақсы көреді дейді да. Алла жомарттарды жақсы көреді дейді. Кедей болып тұрып жомарттық қылса, одан қатты. Бізде мынадай хит әңгіме бар ғой. Мен өзім жолдас балдарымды айтатынмын. Нұрсұлтан бізге дұға қылшы дейді. Бізге дұға қылшы, Құдай дүние берсін, шашайық дейді да, жұмсайық дейді. Сөйтіп сұрамай қойшы деймін да, окам. Сен бар ғой, жоқ кезде бере алмаған адам, қолыңа дүние біткен кезде берем деп ойлама. Жоқ кезде, яғни кедей кезде бермеген адам, дүние біткен кезде вообще бере алмайды. Вообще бере алмайды. Ол одан сайын, анау түскен сайын бар ғой, ол кедей болам деп қорқа бастайды ол. Сол үшін айтты ғой, адамның бір сай алтыны болса, деп пайғамбарымыз, тағы да бір сай алтыны болса екен деп армандайды дейді да. Адам тоймайды дейді. Адамды тойдыратын жалғыз ғана нәрсе бар, қажекелер. Ол қанағат деген нәрсе. Бар нәрсеге қанағат қылу деген нәрсе. Көрдіңіз ба? Демек, жаңа осы сөзді айтып жүрген адамдарға айтатынымыз, болмай жатыр, берейік десек деген, айналайын, болған кезде де бере алмайсың сен. Болған кезде де бере алмайсың. Жоқ кезіңде бере алмадың ба? Болған кезде берем деп айтпай қой. Ол өзіңді өзің алдауың, ол шайтанның сені болашақпен алдауы. Көрдіңіз ба, Алла сақтасын. Сондықтан жомарттық неге қарамайды, қажекелер? Ақшаға қарамайды ол. Ол мына жақтың мәселесі ғой ол. Ол жүректің мәселесі ғой. Көрдіңіз ба? Ол пайғамбарлардың мәселесі ғой, жаңағы сипаттары.